құрметті ағайындар. Енді жаңа бір ағамыз айтып кетті, 60 деген тал түс деп. Мынау бір үлкен ақсақалдан бір жігіт сұрап жатыр дейді. Ақсақал, енді мынау бірнеше жас жасадыңыз, әр жастың қандай екенін білесіз. Мен сізден сұрайын деп едім, мынау 25, 30, 35 жас деген қандай болады өзде? Сонда әлгі ақсақал айтады дейді, шырағым, енді қазір техниканың дамыған заманы ғой. Мен басқаша айтсам түсінбессің, техника тілімен айтып берейін деп. Мынау сенің айтып тұрған 25, 30, 35 жас деген бұл техника тілімен айтқанда Мерседес сияқты деп айтты. Тез оталады, тез жүреді, жүрмейтін жері жоқ деп. Ал енді одан кейінгі 50 жас, 60 жас деген қандай болады дегенде ақсақал айтады дейді, 50 жас, 60 жас деген техника тілімен айтқанда джип машинасы сияқты. Гүр-гүр етіп оталады. Өзде салмақты, сөзде салмақты дейді. 60-қа келген джип сияқты ағаларымыз бар ма? Ай, бәрекелді. Мынау енді әлгі жігіт сұрағын ары қарай жалғастырып жатыр дейді. Енді өзіңіз жасап жатқан мынау 80-90 жас қандай болады ақсақал деп. Сонда әлгі ақсақал айтады дейді, шырағым, енді 80-90 жас деген техника тілімен айтқанда москвич сияқты. Подсос болмаса оталмайды деп айтты.